Бүгінгі біздің тақырыбымыз 91-ші сабақ құрылымы күрделі теңдеулер, бекіту, музыка. Сен көбейту және бөлу амалдарына берілген теңдеулерді шешетін боласың, өткен материалдарды қайталайсың. Музыка өнерінің үлкен мерекесіне бағдарлама құрылды. Өрнектердің мәнін тап. Сонда сен концертте қанша ән орындалып, би биленетінін және марш болатынын білетін боласың. Енді бірінші тапсырмада бізге мына амалдарды орындауымыз керек. Біріншісі 25 көбейту 4. 25-ке 4-ті көбейтсек қанша болады? 25-ке 4-ті көбейтсек 100 болады. 100. Азайту. 25-ке 3-ті көбейтсек 75 болады. Сонда бізде жауабы 25 шығады. Келесі, бірінші жақшаның ішін орындаймыз, көбейтуді 330 шығады. 11 мен 30-ті көбейтсек, одан 320-ны азайтамыз. Сонда бізде мына жақшаның ішінен 10 шығады, және 10-ды 2-ке көбейтсек 20 шығады. Келесі, 20 мен 11-ді көбейтеміз 220, 99 пен 2-ні көбейтеміз 99 көбейту 2. 18 бір ойда, 18 ойдамен 19, 198, оған 2-ні қосатын болсақ 200 болады. Енді 220-дан 200 азайтатын болсақ 20 шығады екен. Енді есептің жауабы 25 би болады, 20 ән болады, және 20 не болады дейді? Марш болады деген сөз. Келесі есеп. Келесі екінші есептерде амалдарды орындауымыз керек. Көбейткіш белгілі, көбейтіндінің мәнін табуымыз керек. Бірінші 23 пен 10-ды көбейтетін болсақ, 230 деген мән шығады. Келесі 10 мен 40-ты көбейтетін болсақ, 400. Енді қараймыз. Көбейткіш белгілі, бірақ екінші көбейткіш белгісіз, көбейтіндінің мәні белгілі болса, біз 900-ді 9-ға бөлеміз. 100 болады. Сонда 100 пен 9-ды көбейтетін болсақ, 900 шығады. 20 мен 30-ды көбейтеміз 600. 200 пен 4-ті көбейтеміз 800. 310-ды 10-ға бөлеміз 31. 70 пен 10-ды көбейтеміз 700. 300-ді 10-ға бөлеміз 30. Осында осындай кесе шығады. Енді бөлінгіш. 250-ді 10-ға бөлеміз 25. 600-ді 30-ға бөлеміз 20. 700-ді 100-ге бөлеміз 7. 210-ды 21-ге бөлсек 10 шығады. 500-ді 100-ге бөлеміз 5. 1000-ды 50-ге бөлеміз 20. 20 шығу үшін 40-дан нешені 40-қа бөлгенде 20 шығады. 800-ді 40-қа бөлгенде 20 шығады. Нешені 200-ге бөлгенде 4 шығады. 800-ді 200-ге бөлгенде 4 шығады екен. Келесі, теңдеуді шеш дейді. Теңдеуді қалай шешетін едік, балалар? Мына бетке жазайын. 56 бөлу x тең 10 қосу 6 бөлу 2. 56 бөлу x-ті сол күйінде жазып. Тең. Жақшаның ішін орындаймыз. 10-ға 6-ны қоссақ 16. 16 бөлу 2 болады. Келесі 56 бөлу x тең. 16-ны 2-ге бөлсек 8. Енді 56-ны нешеге бөлгенде 8 шығады? Ол үшін 56-ны 8-ге бөлеміз. Сонда x-іміз 7 болады. Тексерейік. 56 бөлу 7 тең 10 қосу 6 бөлу 2. 56 7-ге бөлсек 8. 10-ға 6-ны қоссақ 16. 16-ны 2-ге бөлсек 8. Келесі есеп. Екінші теңдеу. X азайту 340 бөлу 10 тең 12 көбейту 5. Енді бұл есепте бірінші біз x азайту деп жазамыз да 340-ты 10-ға бөлеміз 34 болады. Тең 12 мен 5-ті көбейтсек 60. X тең деймізді 60-ты жазып 34-ке керамал арқылы теңдікті оң жағына өткіземіз. Қосу 34. X-іміз 94 шығады сонда. Келесі тексеретін болсақ 94 азайту 340-ты 10-ға бөлетін болсақ 34 тең 12 мен 5-ті өтесін 60. 94-тен 34-ті алсақ 60, 60 тең 60.
Келесі есеп теңдеу. 484 бөлу 4 қосу x тең 210. Енді қарайық. 484-ті 4-ке бөліп тастайық. 121 болады. Қосу x тең 210. Қарапайым теңдеуге келді ма? Енді осыдан x-ті табатын болсақ, 210-нан азайтамыз 121-ді. X-іміз тең болады 99 ба? 99. X-іміз 99-ға тең. Келесі есеп, 34-ші есеп. 35 фотосурет альбомның әр бетіне 4 суреттен орналастырылды. Қанша фотосурет артылып қалды дейді. 35 фотосурет альбомның әр бетіне дейді. Енді былай жасаймыз. Қанша сурет артылып қалды? 4 фотосуреттен, мысалы бізде мынандай бір кітап берілген, альбом. Соның әр бетіне мынаған 4 бет, мынаған 4 бет, тағы да келесі бетіне 4 бет, тағы 4 бет. 4 фотосуреттен әр бетіне белгілен жабыстырылу керек. Енді барлығы бізде 35 суретіміз бар. Енді ол үшін былай жасаймыз. 35 бөлу 4 дейміз. 35-ті 4-ке бөлсек, шамамен нешеден бере аламыз? 8-ден бере аламыз ба? 8. Сонда 8 4-ім 32. 35-тен 32-ні азайтайық. 3 қалады. Демек, 3 фотосурет артылып қалды. 8 бетке 4 фотосуреттерден жабыстырылды. Ең соңында 3 фотосурет артылып қалды деген сөз. Қалдықпен бөлуге есеп құрастыр. Ол үшін төменде берілген өрнектердің сәйкес келетін таңдап ал дейді. Бізде 49-ды 5-ке бөлсек қалдықпен шыға ма? Қалдықпен шығады. 49-ды 7-ге бөлсек қалдықпен шыға ма? Жоқ, жауабы 7 болады. 52-ні 7-ге бөлсек қалдықпен шыға ма? Қалдықпен шығады. Қалдықпен шығатын есептерді шығарып көрейік. 49 бөлу 5. 49-ның ішінде 5 шамамен неше рет болады? 9 рет болады. Дұрыс па? 9. 10 болса 50 болып кетеді, 49-дан асып кетеді. 9. 9 5-ім 45. Азайтатын болсақ 4 болады. Демек 4 қалдық бізде. Келесі 52-ні 7-ге бөлейік. 8-ден берсек 56 болады. 52-ден асып кетеді, 7-ден береміз. 49. Азайтатын болсақ 3 қалады. Демек бұл жерде 3 қалдық. Мәні 7 болады. Келесі біз теңдеуді шығарайық. Теңдеуде қараймыз. 45 көбейту 2 көбейту y тең 900. Орындалатын амалдар болса орындаймыз. 45 пен 2-ні көбейтейік, 90 болады. Көбейту y тең 900. Енді y тең 90-ға нешені көбейткенде 900 болады? Ол үшін 900-ды 90-ға бөлеміз. Көбейтуге кері амал бөлу ғой. Y-іміз тең 10 шығады. Келесі 45 пен 2-ні көбейтейік, 90. 90-ға b қосу дейміз, тең 900. Енді қандай санға 90-ға қандай санды қосқан кезде 900 болады. Ол үшін b тең деймізді, 900-ден 90-ды азайтамыз. b тең болады 810. Келесі a минус 45 көбейту 2 тең 900. a минус 45-ті 2-ге бөлсек 90 тең 900. Қандай саннан 90-ды азайтқан кезде 900 болады. Ол үшін a тең 900 қосу 90 дейміз. a тең 990. 990. Келесі есеп. Есепті теңдеудің көмегімен шығар дейді. Ал шығарайық. Хорда 127 қатысушы бар. Есептің берілген жазуымыз міндетті. Барлығы неше қатысушы? 127. Енді бірнеше қатысушыға костюм тігілгеннен кейін тігілмеген 42 костюм қалды. Неше костюм тігілді дейді. Бірнеше қатысушыға костюм тігілгеннен кейін тігілмеген 42 костюм қалды дейді. Тігілмеген костюмды табу үшін мына схема қарайық. X-ке қосай 42-ні. Сонда 127 болады. X тең 127-ден 42-ні азайтамыз. X тең болады 85.
Демек, бұл жерде 85 костюм тігілген. Келесі, бір ора матадан 14 метр қиып алғаннан кейін дейді. Бір ора мата болған, x деп белгілеп алайық. 14 метр алғаннан кейін 36 қалып тұр. Сонда орамда қанша метр мата болған? X те 36, 14 мына теңдікті оң жағына плюс болып барады. 14. X те 40, 50 болады. Келесі. Камила сауалнама жүргізді. Оған 100 оқушы қатысты. Диаграмманы оқы, өз сыныбыңды музыкаға байланысты ұқсас зерттеу жүргіз. Алынған мәліметтердің диаграммасын жаз. Танымал әндерге 20 оқушы қатысты. Балалар әндеріне 50 оқушы қатысты. Халық әндеріне 30 оқушы қатысты.